الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء وكل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мына бір хадисі біздерге жетті. Бұл хадисті кімде-кім таңертең кешке Алланың атымен бастаймын, Алланың есімімен бірге болғанымызда жер мен көктегі ешбір нәрсе бізге зиян тигізе алмайды. Ол сондай Алла толық естуші, аса білуші деп 3 рет айтатын болса, оған еш нәрсе зиян тигізе алмайды дейді. Міне осы дұғаны біз әрдайым қайталауымыз керек. Сонда біз білетін, біз білмейтін жер мен көктің арасындағы зияндардың баршасы бізден ұзақ болады екен. Алла біздерді одан ұзақ қылып сақтайды екен. Алла біздерді әрдайым өзін зікір еткен ізгі пенделердің қатарында болуды нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.